Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қонақ келгенде осылай дастарханыңызды жайнатып жіберетін көксерке балығын пеште дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен біз осылай балығымызды тазалап, барлығын дайындап аламыз. Осылай екі жағынан да бірдей үш жерінен осылай кесіп шығатын боламыз. Осылай кессек, біздің мына маринадтағанда маринадымыз жақсы сіңетін болады, тездетіп. Сол себептен осылай үш жерінен тілімдеп аламыз. Ендігі маринадтаймыз. Мұнда менде тұз, барлығын екі жағына да бірдей сеуіп шығамыз. Ортасын ішіне ғана барлығына осылай сеуіп шығамыз. Және де қара бұрышымызды сеуеміз. Барлығын осылай екі жағына да бірдей сеуіп шығамыз да. Лимон аламыз. Лимонның жартысын кесіп аламыз. Мұнда сізде лайм қолдансаңыздар да болады. Қалауыңызша. Осы лимонымызды барлығын сығып, екі жағына бірдей ортасына барлығына толық сығып шығамыз. Және де барлығын осылай жағып маринадтап аламыз. Ендігі осы жарты бөлік лимонымызды осылай кесіп, ортасына салып жіберсеңіздер де болады, қалауыңызша. Және де сұйық майымызды құйып, екі жағына бірдей барлығын жағып, енді осы балығымызды маринадтап қойдық. 20 минут, 30 минутқа қойып қоямыз. Және де біз осы балығымызды көкөністермен бірге әдемілеп дастарханымызға қоятын боламыз. Сол себептен осылай көкөністі өзіңізге ұнайтын қалауыңызша көкөністі таңдасаңыздар болады. Мен байалды және де тәтті бұрыш қолданатын боламын. Осы байалдыны дөңгелектеп барлығын осылай орташа қалыңдықта кесіп алатын боламыз. Және де тәтті бұрышымызды да үшбұрыштап әдемілеп кесіп алатын боламыз барлығын. Осылай әдемілеп үлкендеу қылып турап шығатын боламыз барлығын. Мен екі түстен қолдандым. Сізді қалауыңызша бір түстен де қолдануға болады. Ендігі осы көкөністерімізді барлығын маринадтайтын боламыз. Бұнда да біз тұз саламыз. Және де қара бұрышымызды саламыз. Сұйық майымызды салып, барлығын жақсылап маринадтап қоятын боламыз. Бір 20 минутқа қойып қоямыз. Біздің балығымыз жарты сағатта маринадта тұрды. Енді формамызға пергаментный бумағымызды жайып, балығымызды міндетті түрде осылай тұрғызып қоюымыз қажет. Сонда біздің балығымыз осындай әдемілеп пісетін болады. 180 градуста 40 минутта пісіріп алатын боламыз. Ендігі біз көкөністерімізді қуырып алатын боламыз. Мұнда менде табаға аздап май құйып, осылай көкөністерімізді сорықтырып алатын боламыз. Мұнда бізде енді тұздағасын су шығады, сол себептен осылай сорықтырып, барлығын осылай қуырып алатын боламыз. Екі жағын бірдей әдемілеп қуырып аламыз. Тәтті бұрышымызды да барлығын екі жағынан бірдей әдемілеп қуырып аламыз. Мына біздің балығымыз пісіп қалды. Енді осы балығымызды әдемілеп ыдысымызға салып аламыз. Және де қуырып алған көкөністерімізді барлығын әдемілеп қойып шығатын боламыз. Қалауыңызша әділесеңіздер болады. Мен осылай әлесе салып барлығын әдемілеп шықтым. Міндетті жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте әдемі, қонақтарыңызды таңғалдыратын тағамдардың бірі. Баршаңызға да көп рахмет. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше.